Қала сыртындағы ескі жолды қалың тұман басып тұрған. Айнала тым-тырыс. Алыстан анда-санда иттің үргені естіледі. Қара жолдың екі жағындағы талдар желмен тербеліп, бір-біріне сыбырлап тұрғандай. Сол Тұмар апай ұйықтай алмады. Көңілі әлденен сезгендей мазасыз еді. Үйдің үлкен бөлмесінде балалардың тыныс алғаны естіледі. Бірі жөтеледі, бірі түсінде сөйлейді. Кішкентайларының үстін жауып шығу үшін Тұмар ақырын ғана бөлмеден бөлмеге кіріп жүрді. Бір баланың көрпесі жерге түсіп кетіпті. Екіншісінің аяғы ашылып қалыпты. Үшіншісі жастығын құшақтап ұйықтап жатыр. Тұмар олардың әрқайсысына анасы сияқты қарайтын. Бірақ сол түні оның жүрегін әлдебір түсініксіз қорқыныш қысып тұрды. Сағат тілі түнгі 2-ден асқанда сырттан көліктің дыбысы естілді. Тұмар терезеге жақындады. Қараңғыда үйдің алдына бір машина келіп тоқтады. «Бұл кім болды екен?» деді ол сыбырлап. Көлік ішінен ешкім түспеді. 1 минут өтті, 2 минут өтті. Сосын көліктің есігі ашылды. Қара киінген бір әйел асыға шықты. Қолында кішкентай ғана түйіншек бар. Әйел жан-жағына үрейлене қарап, үйдің қақпасына жақындады. Тұмардың жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол есікке қарай жүрді, бірақ әйел қақпаға жетпей тоқтады. Қолындағы түйіншек қозғалды. Сол сәтте әлсіз ғана сәби дауысы шықты. «Жылап жатыр», деді Тұмардың ерні дірілдеп. Әйел баланы жерге қойып, артқа шегінді. «Тоқтаңыз», деп айқайлады Тұмар. Әйел жалт қарады. «Кетпеңіз, балаңызды тастап кетпеңіз». Әйел ештеңе айтпады, көзіне жас толды. «Менің қолымнан келмейді», деді ол ақырын. «Не қолыңыздан келмейді?» «Оны асырау». «Балаңызды тастап кету оңай ма?» Әйелдің ерні дірілдеді. «Оңай деп ойлайсыз ба?» Ол екі қолмен бетін басып, жылап жіберді. «Мен оны жақсы көрем». Тұмар бір сәт үнсіз қалды. «Онда неге кетпекшісіз?» Әйел жауап бере алмады. Сәбидің дауысы қайта шықты. Бұл жолы қаттырақ. Тұмар баланы көтеріп алды. Кішкентай қыздың денесі мұздай екен. «Құдайым-ай!» Ол баланы кеудесіне қысып, үстіндегі шәлімен орады. Әйел оған қарады. «Өтінем, оған жақсы қараңыз. Өз балаңыз ғой». «Білем. Онда алыңыз». «Алаңмайым». «Неге?» Әйел көз жасын сүртті. «Себебі мен оны өзіммен бірге алып кетсем, екеуміз де өлеміз». Тұмардың қабағы түйілді. «Не айтып тұрсыз?» Әйел жауап берместен көлікке қарай жүгірді. «Тоқтаңыз!» Тұмар артынан бірнеше қадам жүгірді, бірақ көлік қара жолмен зымырап алыстап кетті. Ол орнында тұрып қалды. Қолындағы сәби үнсіз қалған. Тұмар төмен қарады. Бала көзін ашып, оған қарап жатыр екен. Сол көз қараста қорқыныш бар еді, бірақ одан да үлкен бір сұрақ тұрғандай. «Мені де тастап кетесіз бе?» Тұмардың көзінен жас ыршып шықты. «Жоқ, құлыным». Ол баланы бауырына қатты қысты. «Мен сені тастамаймын». Таң атқанша Тұмар баланың жанынан кетпеді. Сәбидің аты жоқ екен, құжаттары жоқ. Тек кішкентай ақ көрпенің бұрышына көк жіппен тігілген бір ғана әріп бар еді. «А». Тұяқ сол әріпке ұзақ қарады. «А». «Айым дейміз бе?» Ол жымиып қойды. Бірақ бұл күлкі ұзаққа бармады. Себебі таңертең үйге әлеуметтік қызметкер келді. «Бұл баланы бізге хабарламай қабылдауға болмайды», деді ол қатаң үнмен. Тұмар баланы құшағына қысып отырды. «Ол түнімен осында болды. Заң бойынша рәсім керек». «Рәсім дейміз?» Баланың анасы табылуы мүмкін. Тұмардың жүрегі шүмете қалды. «Табылса ше?» «Онда баланы қайтару мәселесі қаралады». Тұмар төмен қарады. Қолындағы кішкентай қыз оның саусағын қысып ұстап жатыр. «Ал егер анасы қайта келмесе?» Қызметкер үндемеді. «Онда ше?» деп қайталады Тұмар. «Онда тиісті шешім қабылданады». Тұмардың дауысы қатқыл шықты. «Балаға шешім емес, ана керек». Бөлме іші тып-тыныш болып қалды. Бірақ бұл оқиға Тұмардың өміріндегі ең ауыр сынақ емес еді. 2 күннен кейін тағы бір бала келді. 3 күннен соң тағы екеуі. 1 аптадан кейін үйдің есігінің алдына тағы бір сөмке қойылды. Сөмкенің ішінде 7 жасар ұл бала бар еді. Ол ешкіммен сөйлеспейтін, көзін жерден көтермейтін, тамақ келгенде де үнсіз отыратын. Тұмар алдына отырып, «Атың кім балам?» деп сұрады. Бала үндемеді. «Менің атым Тұмар». Үнсіздік. «Сен менімен дос боласың ба?» Бала басын шайқады.
Неге? Өйткені мен ешкімге сенбеймін. Бұл сөз Тұмардың жүрегін ауыртты. Саған біреу жамандық жасады ма? Бала жауап бермеді. Сол түні Тұмар баланың төсегінің жанына орындық қойып отырды. Бала ұйықтап жатқан. Бір кезде ол түсінде айқайлап жіберді. Әке! Тұмар орнынан атып тұрды. Қорықпа балам. Бала оянып кетті. Көзі жасқа толы. Әкем келеді ме? Тұмар не айтарын білмеді. Мүмкін. Бала оған тік қарады. Ол мені тастап кеткен. Тұмар баланы құшағына алды. Сен ешқашан жалғыз қалмайсың. Уәде бересіз бе? Тұмар бір сәт ойланып тұрды. Сосын, уәде берем, деді. Ол бұл сөздің өмір бойына созылатын сертке айналатынын сол кезде білмеген. Жылдар өте берді. Балалар көбейді. Үйдегі аяқ киім сөресі ұзарып, киім ілетін орын жетіспей қалды. Ас үйде бір қазан емес, бірнеше қазан қатар қайнайтын болды. Біреуі мектепке асығады, біреуі балабақшаға жиналады. Біреуі дәрі ішеді, біреуі түнде жылайды. Біреуі анасының кім екенін сұрайды. Ал Тұмар әрқайсысына жеке жауап табуға тырысатын. Бірақ бір күні таңертең үйге келген хат оның бүкіл өмірін өзгертті. Конверттің сыртында оның аты жазылған. Тұмар апайға. Ол хатты ашқанда қолы дірілдеп кетті. Бірнеше жол ғана, бірақ сол жолдардың ішінде бір баланың тағдыры тұр еді. Баланы сізден алып кету туралы мәселе қаралады. Тұмардың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ол хатты қайта оқыды. Сосын тағы оқыды. Жоқ. Оның көзі есік жақта отырған балаларға түсті. Олар ештеңеден хабарсыз күліп отыр. Ал Тұмар алғаш рет өзіне қойылған ең қорқынышты сұрақты сезінді. Егер бір күні оның бауырына басқан балаларының бірін тартып алса, ол не істейді? Сол күні кешке есік тағы қағылды. Тұмар есікке жақындады. Сыртта бейтаныс ер адам тұр екен. Сіз Тұмарсыз ба? Иә. Ер адам қолындағы құжаттарды көрсетті. Мен сізбен сөйлесуге келдім. Қандай мәселе бойынша? Ер адам бір сәт кідірді. Сіз тәрбиелеп отырған балалардың бірі туралы. Тұмардың жүрегі қайтадан дүрсілдей бастады. Қай бала? Ер адам оның көзіне тіке қарады. Айым туралы. Тұмардың қолынан есік тұтқасы түсіп кете жаздады. Айым? Ол түнде үй алдына тастап кеткен кішкентай сәби. Тұмар оны құшағына алғанына бірнеше жыл болған. Ал енді оны біреу қайтарып алмақ. Бірақ ер адамның келесі сөзі одан да ауыр еді. Оның биологиялық әкесі табылды. Тұмар үнсіз қалды. Ол қызын қайтарғысы келеді. Тұмардың көзіне жас толды. Ал Айым ше? Ол туралы шешімді сот қабылдайды. Тұмар артқа шегінді. Балалардың күлкісі үй ішінен естіліп тұрды. Ал ол алғаш рет сол үйдің тым-тыныш болып қалғанын сезді. Өйткені кейде бір баланы жүрегіне кіргізу оңай, ал оны жоғалтып алмау үшін күресу бүкіл өмірінді талап етеді. Сол түні Тұмар Айымның бөлмесіне кірді. Қыз ұйықтап жатыр. Тұмар маңдайынан сүйді. Қорықпа қызым. Айым ұйқылы ояу көзін ашты. Апа, иә жаным, сіз кетпейсіз ғой? Тұмардың жүрегі шымырлап кетті. Жоқ, мені ешкім алып кетпейді ғой. Тұмар жауап бере алмады. Қыз оның қолын қысып ұстады. Апа, өтінемін. Тұмар көз жасын ішке жытып, мен сені қорғауға тырысамын деді. Ал сол сәтте терезенің сыртында қара көлік тағы да тоқтады. Бұл жолы көліктен екі адам түсті. Бірінің қолында құжаттар бар, екіншісі телефонмен біреумен сөйлесіп тұр. Тұмар терезеден оларға қарады. Ол бұл түннің жай ғана бастамасы екенін сезді. Ал ертең оның ана жүрегі бұрын соңды болмаған ең ауыр шайқасқа кіретін еді. Шаң жаңа ғана атып келе жатқан. Үйдің терезелеріне бозғылт сәуле түсіп, аулада түнгі шығалы кеппеген еді. Тұмар апа әлдеқашан оянып қойған. Ол ас үйде үлкен қазанға су құйып, пештің отын жақты. Үйдің іші біртіндеп тіріле бастады. Бір бөлмеден баланың жөтелгені естілді. Екінші жақтан: «Апа, менің шұлығым қайда?» деген ұйқылы дауыс шықты. «Кеше жуылған киімдердің арасынан қара құлынын. Таба алмай тұрмын. Қазір барамын». Тұмар қазанның қақпағын жауып, бөлмеге кірді. Сол сәтте оның алдынан 5 бала қатар шықты. Бірі шашын тарамаған, бірі көйлегін теріс киіп алған. Ал ең кішкентайы көзін уқалап
Тұмардың етегінен ұстаптыр. Апа, бүгін мектепке барғың келмейді. Неге? Математикадан бақылау бар. Тұмар күлімсіреді. Бақылаудан қорыққан адам ертең өмірден де қорқып қалады. Бар, дайындал. Бірақ мен білмеймін. Білмесең үйренесің. Бала оның бетіне қарап: Сіз көмектесесіз бе? Әрине. Бала жүгіріп кетті. Тұмар оның артынан қарап тұрып күрсінді. Осы үйде күн сайын осылай басталатын. Біреудің сабағы, біреудің денсаулығы, біреудің көңіл күйі, біреудің тағдыры. Тұмар кейде таңертеңнен кешке дейін қанша рет балам деген сөзді айтатынын өзі де білмейтін. Бірақ ол кезде үйдегі балалардың саны әлі көп емес еді. Тек уақыт өте келе жағдай өзгере бастады. Бір күні түске таман телефон шырылдады. Тұмар тұтқаны көтерді. Тыңдап тұрмын. Ар жақтағы әйел біраз үнсіз қалды. Сіз балаларды қабылдайсыз ба? Тұмар бірден жауап бере алмады. Қандай бала? 2 бауыр. Жастары қанша? 9 және 6. Ата-анасы? Ұзақ үнсіздік, сосын әлсіз дауыс. Екеуі де жоқ. Тұмар көзін жұмды. Ол мұндай қоңырауларға үйреніп кеткісі келетін, бірақ ешқашан үйрене алмады. Қазір әкеліңіздер. Екеуінде ме? Иә. Екеуіне орын бар ма? Тұмар айналасына қарады. Үйдегі бос бөлмелердің бірі қоймаға айналып кеткен. Бір бөлмеде 3 бала жататын. Тағы бір жерде киімдер жиналып тұр. Орын табамыз, деді ол. Ол телефонды қойған соң біраз үнсіз отырды. Жанында тұрған жолдасы оған қарап: Тағы балалар ма? 2 бауыр. Үйімізге сия ма? Тұмар жымиып: Балаларға орын әрқашан табылады. Ал қаражат ше? Бұл сұраққа Тұмар жауап бере алмады. Өйткені мәселе тек төсек пен тамақта емес еді. Әр баланың киімі керек. Оқуы бар, дәрісі бар, құжаты бар, мектебі бар, жаны бар. Өткен өмірі бар. Оның бәрін көтеру оңай емес еді. Бірақ Тұмардың бір қағидасы болатын. Бала есіктен кірген соң, оның бұрынғы тағдырына емес, ертеңгі күніне қарау керек. 2 күннен кейін 2 бауыр келді. Үлкені Нұрлан, кішісі Мәдина. Екеуі де тым жүдеу. Нұрлан есік алдында тұрып қалды. Мәдина оның қолынан қатты ұстап алған. Кіріңдер, балалар, деді Тұмар. Екеуі қозғалмады. Қорықпаңдар. Нұрлан: Бізді қайтадан алып кетпейсіз бе? Тұмардың жүрегі ауырды. Неге олай ойладың? Біз бұрында бір үйге барғамыз. Сосын бірнеше күннен кейін басқа жерге жіберді. Мәдина төмен қарады. Тұмар олардың алдына тізерлеп отырды. Бұл жерде сендер қонақ емессіңдер. Нұрлан оған күмәнмен қарады. Онда кім біз? Тұмар оның шашынан сипады. Баласындар. Мәдина бірінші болып жылады. Бірақ бұл жолы қорқыныштан емес. Ол Тұмардың мойнына құшақтап: Апа деп айтсам бола ма? Тұмардың көзіне жас келді. Айта бер. Сол күннен бастап үйде тағы 2 бала пайда болды. Бірақ Тұмар үшін бұл жай ғана 2 жаңа адам емес еді. Бұл 2 жаңа тағдыр. Арада бірнеше ай өтті. Үйдегі балалардың саны тағы көбейді. Бұл жолы 3 қыз келді. Үшеуі бір отбасының балалары еді. Олардың анасы ауруханада жатты. Әкесі бірнеше жыл бұрын отбасын тастап кеткен. Балалардың ең үлкені 12 жаста болатын. Ол есіктен кіргенде: Біз мұнда қанша күн боламыз? Деп сұрады. Тұмар: Оны уақыт көрсетеді. 1 апта ма? Мүмкін. 1 ай ма? Мүмкін. Қыз көзін төмен түсірді. Бізді бір-бірімізден айырмайсыз ба? Тұмар оның жүзінен ұзақ қарады. Жоқ. Қыз алғаш рет күлімсіреді. Сол 3 қыз бір бөлмеге орналасты. Кешке олар бір-біріне жабысып ұйықтады. Тұмар есікті жаппастан біраз тұрды. Ол балалардың ұйқысын бақылап тұрып, бұлардың барлығы бір күні өз үйлеріне ие болса екен деп тіледі. Бірақ үлкен отбасының ең қиын күні әлі алда еді. Қыс түскен, қар қалың жауған. Таңертең үйдің жылу жүйесі істен шықты. Бөлмелер суып кетті. Балалар қалың киім киіп отырды. Тұмар телефон шалып, шебер шақырды. Қашан келесіз? Кешке. Кешке дейін балалар томады ғой. Қолынан келсе, ертерек барам. Тұмар телефонды қойды. Ол балалардың алдында уайымын білдірмеуге тырысты.
Бүгін бәріміз бір бөлмеге жиналамыз. Балалар қуанып кетті. Неге? Өйткені үлкен отбасыда бәрі бірге отырған жақсы. Балалар көрпелерін көтеріп бір бөлмеге жиналды. Бірі кітап оқыды, бірі әңгіме айтты, бірі ән салды. Тұмар олардың ортасында отырып, балалардың күлкісін тыңдады. Бір сәтке қиындықтардың бәрі ұмытылғандай болды. Бірақ түн ортасында есік қатты қағылды. Тұмар орнынан тұрды. Кім? Сырттан ер адамның дауысы шықты. Баланың туысымын. Тұмардың жүрегі дір ете қалды. Қай баланың? Нұрланның. Ол есікті ашпастан, қандай туыссыз, деп сұрады. Нағашысымын. Құжатыңыз бар ма? Бар. Тұмар есікті ашты. Алдында орта жастағы ер адам тұр, қолында құжаттар. Мен Нұрланды алып кетуге келдім. Тұмар үнсіз қалды. Неге? Оның заңды қамқоршысы болуға өтініш бердім. Ал Мәдина ше? Ер адам төмен қарады. Оны ала алмаймын. Тұмардың жүрегі қысылды. Екеуі бауыр емес пе? Білемін. Онда неге біреуін ғана аласыз? Ер адам жауап бермеді. Тұмар оның көзінен бір нәрсені байқады. Ол Нұрланды шын жақсы көретін сияқты. Бірақ Мәдинаға келгенде үнсіз қалды. Нұрлан ұйықтап жатыр, деді Тұмар. Оятайық. Жоқ. Неге? Себебі бала таңертең өз еркімен шешім қабылдасын. Ер адам ашуланды. Бұл ересектердің мәселесі. Тұмар оған тіке қарады. Жоқ, бұл баланың өмірі. Таң атқанда Нұрланға бәрін айтты. Бала ұзақ үнсіз отырды. Апа, иә. Егер мен кетсем, Мәдина жалғыз қалады. Иә. Ал егер қалсам, сен өзім шешесің. Нұрлан басын төмен түсірді. Мен ешқайда бармаймын. Тұмар оның иығынан ұстады. Неге? Өйткені ол менің қарындасым. Ал егер сені жақсы өмір күтіп тұрса ше? Бала көз жасын сүртті. Жақсы өмір деген не? Тұмар үнсіз қалды. Нұрлан жалғастырды. Егер онда Мәдина болмаса, ол маған жақсы өмір емес. Тұмар баланы бауырына басты. Сол күні Нұрлан мен Мәдина бірге қалды. Ал Тұмар тағы бір нәрсені түсінді. Балаларға кейде тамақтан да бұрын керек нәрсе бар. Ол өзінің біреуге қажет екенін сезіну. Жылдар осылай өтті. Үйдің ауласында балалардың аяқ киімі көбейді. Киімдерге арналған шкафтар көбейді. Төсектер көбейді. Ас үйдегі ыдыстар көбейді. Бірақ ең бастысы, үйдегі күлкі көбейді. Бір бала мектеп бітірді, екіншісі колледжге түсті, үшіншісі спортпен айналыса бастады. Бір қыз тігін үйренді, бір бала техникаға қызықты. Әрқайсының өз арманы пайда болды. Ал Тұмар олардың бәрін бірдей бақылап жүрді. Ол балалардың санын ғана емес, есімдерін де есте сақтауға тырысатын. Бірақ бір күні жолдасы, қазір үйде қанша бала барын білесің бе деп сұрады. Тұмар күлімсіреді. Білемін. Қанша? Тұмар сәл ойланып. Санап шығайын. Ол дәптерін ашты. Бірақ бірнеше минуттан кейін дәптерді жауып қойды. Неге санамадың? Тұмар терезеге қарап. Себебі мен оларды санап емес, жүрегіммен қабылдаймын. Сол сәтте есік тағы қағылды. Бұл жолы сыртта бір ғана бала тұрған жоқ еді. Есіктің алдында 4 бала тұрды. Ең кішісі қолында ескі қуыршақ ұстап алған. Үлкені Тұмарға қарап. Бізді сізге әкелуге бола ма деді. Тұмар есікке сүйеніп тұрып қалды. Ол балалардың көзіндегі қорқынышты көрді. Сосын есікті айқара ашты. Кіріңдер балалар. 4-еуі ішке енді. Үйдің төрінде тұрған балалар оларға қарай бұрылды. Бірнеше секундтан кейін кішкентай қыздың қолынан қуыршағы түсіп кетті. Ол жылап жіберді. Сол сәтте Мәдина жүгіріп барып, қыздың қолынан ұстады. Қорықпа, бұл жерде апа бар. Тұмар сол сөзді естігенде көзін жұмды. Бірнеше жыл бұрын өзі бір баланың «Мені тастап кетпейсіз бе?» деген сұрағына жауап берген еді. Енді сол баланың өзі басқа біреуге «Бұл жерде апа бар» деп жұбаныш айтып тұр. Тұмар сол кезде ғана түсінді. Ол балаларға тек үй беріп жатқан жоқ. Ол бір ұрпақтан екінші ұрпаққа өтетін мейірімнің жолын қалыптастырып жатыр. Ал есіктің сыртында тағы бір баланың тағдыры күтіп тұрған еді. Есіктің сыртында тұрған бала 10 жаста еді. Үстінде жұқа күрте. Аяғында бір-біріне ұқсамайтын екі аяқ киім.
Қолында кішкентай ғана көк сөмке. Тұмар есікті ашқанда бала шегініп кетті. «Кір, балам». Бала үндемеді. «Тоңып тұрсың ба?» Басымен ақырын ғана белгі берді. Тұмар оны ішке кіргізді. Үйдің іші жылы болатын. Балалар жаңа келген балаға қызыға қарап тұрды. Ал ол олардың бәрінен қашқақтап бұрышқа барып тұрды. «Атың кім?» деп сұрады Тұмар. «Данияр». «Қарның аш па?» Бала басын шайқады. Бірақ оның жүзі шындықты айтып тұр еді. Тұмар ас үйге барып, алдына ыстық тамақ қойды. Данияр қасықты қолына алды. Бір сәт тоқтап қалды. Сосын асығыс жей бастады. Тұмар оған үнсіз қарап отырды. Бала бір сәтте тамақты қолмен жауып қалды. «Неге тоқтадың? Басқаларға қалуы керек». Тұмардың жүрегі ауырды. «Мұнда тамақ үшін ешкіммен таласпайсың». Бала оған сенбей қарады. «Ертеңге тамақ болады ма?» «Болады». «Ал арғы күні?» «Ол күні де». Данияр қасықты қайта алды. Ол сол күні алғаш рет тойып тамақ ішті. Түнде Тұмар оның бөлмесіне кірді. Бала ұйықтап жатыр екен. Бірақ ұйқысында бір сөзді айта-қайта айтып жатты. «Апа, апа». Тұмар оның маңдайын сипады. «Мен осындамын». Данияр көзін ашпастан: «Кеттеңізші». «Кетпеймін». Бала тынышталды. Тұмар бөлмеден шыққанда жүрегі шымырлап тұрды. Ол балалардың әрқайсысы өзімен бірге көрінбейтін бір жүк алып келетінін бұрыннан білетін. Біреуінің жүрегінде қорқыныш, біреуінің жанында өкпе, біреуінің ішінде жалғыздық, ал кейбірінің өткенін ешкім білмейтін. Арада бірнеше ай өтті. Үйдегі балалардың саны тағы өсті. Бірақ Тұмар үшін ең қиыны олардың санын көбейту емес еді. Ең қиыны әрқайсысына өзін жалғыз емес екенін сезіндіру болатын. Сол үшін ол үйде бір дәстүр енгізді. Кешкі ас кезінде бәрі бір үстелге жиналатын. Кімнің көңілі түссе, соны бәрі тыңдайтын. Кімнің қуанышы болса, бәрі бірге қуанатын. Тұмар: «Біз бір үйде тұрып жатқан адамдар емеспіз. Біз бір-бірімізге жауапты отбасымыз» дейтін. Балалар бұл сөзді алғашында түсінбейтін. Бірақ жылдар өте келе оның мағынасын сезінді. Бір күні үйге ауыр хабар келді. Даниярдың туған анасы табылыпты. Тұмарға әлеуметтік қызметкер телефон соқты. Оның анасы тірі екен. Тұмар үнсіз қалды. Ол баласын көргісі келеді. Тұмардың жүрегі дүрсіндеді. «Даниярға айту керек пе?» «Иә». Телефонды қойған соң Тұмар ұзақ отырды. Ол Даниярдың бұл хабарды қалай қабылдайтынын ойлады. Кешке бала мектептен келгенде Тұмар оны жанына шақырды. «Данияр, саған бір нәрсе айтуым керек». Бала оның жүзіне қарап: «Мен бірдеңе дұрыс істемедім бе?» «Жоқ». «Онда не болды?» «Анан туралы хабар келді». Даниярдың қолындағы қаламы жерге түсіп бітті. Бала үнсіз қалды. «Ол тірі ме?» «Иә». «Мені неге тастап кеткен?» Тұмар жауап бере алмады. «Ол мені іздеді ме?» «Иә». Бала көзін төмен түсірді. «Қазір неге?» Тұмар оның қолынан ұстады. Себебі кей адамдар өз қателігін кеш түсінеді. Даниярдың көзінен жас шықты. «Мен оны көргім келмейді». «Көрмеуге де болады». Бірақ ол сөзін аяқтай алмады. Кездесу күні келді. Данияр бөлмесінде ұзақ минут отырды. Ол бірнеше рет киімін ауыстырды. Біресе барғысы келді, біресе барғысы келмеді. Ақыры: «Апа, сіз бірге барасыз ба?» «Әрине». Екеуі жолға шықты. Кездесу өтетін жерде орта жастағы әйел күтіп отыр екен. Данияр есіктен кіргенде әйел орнынан тұрды. Оның көзіне жас толды. «Балам». Данияр тоқтап қалды. Әйел оған жақындамақ болды. Бірақ Данияр шегініп кетті. «Сіз мені неге тастап кеттіңіз?» Әйелдің ерні дірілдеді. «Мен қорықтым». «Мен де қорықтым». «Кешірші. Мен сізді жылдар бойы күттім». Әйел жылап жіберді. Даниярдың да көзінен жас ақты. Бірақ ол оған жақындамады. Тұмар сыртта үнсіз тұрды. Ол бұл кездесудің Даниярдың өміріндегі ең ауыр сәттердің бірі екенін түсінді. Кейде балаға анасының қайта оралуы да бақыт емес. Өйткені жара жазылмай тұрып, ескі есік қайта ашылады. Данияр кездесуден кейін Тұмарға: «Мен сізбен үйге қайтқым келеді» деді. «Жақсы. Бірақ оны жек көргім келмейді». Тұмар баланың басынан сипады.
Жек көруде жүрекке ауыр жүк. Онда не істеймін? Кешіруге асықпа. Бірақ жүрегіңді өшпенділікке берме. Данияр үндемеді. Сол күні ол алғаш рет Тұмарды құшақтап, апа, рахмет деді. Бірақ үйге оралғанда оларды басқа бір жағдай күтіп тұрды. Аулада балалардың бірі жылап тұр екен. Апа! Тұмар жүгіріп барды. Не болды? Мәдина жоқ. Тұмардың өңі өзгерді. Қалай жоқ? Ол жаңа ғана аулада жүрген. Бәрі жан-жаққа жүгіре бастады. Үйдің барлық бөлмесі тексерілді. Ас үй, жуынатын бөлме, қойма, аула. Еш жерде жоқ. Тұмардың жүрегі аузына тығылды. Қақпа ашық қалған. Бір бала айқайлап жіберді. Тұмар сыртқа жүгірді. Жол бойында қардың үстінде кішкентай аяқ іздері жатыр. Ол іздердің соңынан жүгірді. Мәдина! Жауап жоқ. Мәдина! Алыстан көлік дыбысы естілді. Тұмардың жүрегі одан сайын қысылды. Ол жолдың арғы бетіне қарады. Қара түсті көлік баяу қозғалып бара жатты. Артқы орындықта бір кішкентай бейне көрінді. Тоқтаңыз! Тұмар жолға жүгіріп шықты. Көлік тоқтамады. Ол артынан айқайлап, Мәдина! Деп жүгірді. Бірақ көлік бұрылып, көзден ғайып болды. Тұмар бірнеше секунд қозғала алмай тұрды. Сосын телефонын алып, жедел түрде хабарласты. Бір баламыз жоғалып кетті. Дауысы дірілдеп шықты. Қай жерде? Мен білмеймін. Ол көз жасын сүртті. Бірақ оны табуымыз керек. Үйге қайтқанда балалардың бәрі есік алдында тұрды. Олар Тұмардың жүзіне қарады. Апа? Тұмар ештеңе айта алмады. Ол тек Мәдинаны табамыз деді. Түн қараңғы түсті. Арада бірнеше сағат өтті. Іздеу жұмыстары басталды. Тұмар үйге кірмей сыртта күтті. Әр көлік тоқтаған сайын жүрегі дүрсілдейтін. Әр телефон қоңырау сайын қолы қалтырайтын. Түнгі сағат 3-ке жақындағанда телефон шырылдады. Тұмар апа? Иә, бізде бір ақпарат бар. Тұмар демін ішіне тартты. Қандай ақпарат? Ар жақтағы дауыс бір сәт үнсіз қалды. Мәдина табылды. Тұмардың тізесі босап кетті. Қайда? Қаланың шетіндегі ескі ғимараттың жанынан. Ол аман ба? Иә. Тұмар көзін жұмды. Бірақ ар жақтағы адам сөзін жалғастырды. Бірақ бір нәрсе бар. Не? Оны ол жерге жалғыз адам әкелмеген. Тұмардың жүрегі қайтадан соға бастады. Кім әкелді? Әзірге белгісіз. Мәдина не деді? Ол бір ғана сөз айтып отыр. Қандай сөз? Ар жақтағы дауыс бәсеңдеді. Олар мені басқа балалардың арасынан іздейді, деді. Тұмардың бойын суық үрей биледі. Қандай олар? Жауап болмады. Сол сәтте үйдің ішінен балалардың бірі айғайлап жіберді. Апа! Тұмар жалт қарады. Керезенің алдында бейданыс қара көлік тұр екен. Көліктің ішінде бір адам отыр. Ол Тұмарға қараттырды. Сосын көлік баяу қозғалып, қараңғылыққа сіңіп кетті. Тұмар сол түні бір нәрсені түсінді. Бұл үйдің балаларын енді тек тағбырдың өзі емес, біреулер әдейі іздей бастаған еді. Там атқанша Тұмардың көзі ілінбеді. Үй іші тыныш болғанмен, оның құлағына әрбір дыбыс анық естілетін. Керезеге соғылған жел, аулыдағы ағаштың сықыры, дәліздегі сағаттың тықылы. Бәрі де оны алаңдатып тұрды. Түнді жоғалып кейін табылған Мәдина қазір көрші бөлмеде ұйықтап жатқан. Тұмар бірнеше рет барып оның жағдайын тексерді. Қыз тыныш ұйықтап жатыр. Бірақ түсінде бір нәрседен қорыққандай қабағын түйіп қояды. Тұмар оның маңдайынан сипап, «Енді ешкім саған тиіспейді, қызым», деп сыбырлады. Бірақ өзі бұл сөзге толық сенбейтін. Өйткені кешегі бейтаныс көліктің бейнесі көз алдынан кетпеді. Таңғы сағат 7-де есік қағылды. Тұмар бірден сыртқа шықты. Кеше Мәдинаны іздеуге көмектескен қызметкер тұр екен. Қызды көруге бола ма? Әлі ұйықтап жатыр. Жақсы. Ер адам біраз үнсіз тұрды. Тұмар апа, сізге бір нәрсені айтуым керек. Айтыңыз. Мәдинаны таққан жерде оның сөмкесі болған. Иә? Сөмкенің ішінен мына нәрсе шықты. Ол кішкентай қағаз берді. Тұмар қағазды ашты. Бір ғана сөйлем жазылған. Бұл балалардың бәрі бір күні өз ата-анасын іздейді. Тұмардың жүрегі шым етті.
Мұны кім жазған? Білмейміз. Мәдина көрді ме? Жоқ, оны біз жасырдық. Тұмар қағазды алақанына қысып ұстады. Балаларға айтпаңыз. Айтпаймыз. Бірақ мен білуім керек. Мұның артында кім тұр? Ер адам басын шайқады. Қазірше белгісіз. Ол кетіп қалды. Тұмар есікті жауып ұзақ тұрды. Сосын қағазды жыртып тастады. Бірақ оның мағынасы жүрегінде қалып қойды. Мәдина сол күні мектепке бармады. Тұмар оның қасына отырып: «Қызым, кеше не болғанын есіңе түсіре аласың ба?» Мәдина біраз ойланды. «Мен аулада ойнап жүрдім. Одан кейін қақпа жақтан бір кісі шақырды». «Не деді?» «Сенің апаң сені шақырып жатыр» деді. Тұмардың жүрегі су ете қалды. «Ол менің атымды білді ме?» «Иә». «Сені қайда апарғанын есінде сақтадың ба?» Мәдина басын изеді. «Машинаға отырғызды». «Қорықпадың ба?» «Қорықтым». «Неге қашып кетпедің?» Мәдина көзін төмен түсірді. «Ол сіз туралы көп нәрсе білді». «Не айтты?» Қыздың даусы бәсеңдеді. «Сенің апаңның үйінде қанша бала барын білеміз» деді. Тұмар үнсіз қалды. Бөлмедегі ауа ауырлап кеткендей болды. «Тағы не айтты?» «Сендердің бәрінді бір күні алып кетеді» деді. Тұмар қызды құшағына басты. «Жоқ. Апа, ешкім сендерді менен тартып алмайды». Бірақ осы жолы оның даусы бұрынғыдай сенімді шықпады. Күндер өтті. Бейтаныс көлік қайта көрінбеді. Балалар біртіндеп қалыпты өмірге оралды. Бірақ Тұмар бұрынғыдай тыныш жүре алмайтын болды. Қақпа жабық па? Терезе бекітілген бе? Балалар мектептен уақытында келді ме? Біреу сыртта жалғыз жүр ме? Ол бәрін бақылап жүрді. Сол кезде үйдегі ең үлкен балалардың бірі Нұрлан есейіп қалған еді. Ол 17-ге толған, сабырлы, салмақты бала болатын. Тұмар оған көп жағайда сүйенетін. Бір күні кешке Нұрлан: «Апа, сіз соңғы кезде ұйықтамай жүрсіз» деді. «Ұйқым келмейді». «Неге?» «Балалар үшін». Нұрлан күлімсіреді. «Біз енді кішкентай емеспіз». Тұмар оған қарады. «Сендердің жастарың қанша болса да, мен үшін бәрібір бала болып қаласыңдар». Нұрлан біраз үнсіз отырды. «Апа». «Иә? Мен сізге бір нәрсе айтқым келеді». «Айт». «Мен оқуға басқа қалаға кеткім келеді». Тұмардың жүзі өзгеріп кетті. Ол бұл сөзді күтсе де, естігенде жүрегі ауырды. «Қайда?» «Алматыға». «Қандай мамандық?» «Инженер болғым келеді». Тұмар жымиып: «Бұл жақсы ғой. Сіз қарсы емессіз бе?» «Неге қарсы болам? Сіз жалғыз қаласыз». Тұмар күліп жіберді. «Мен жалғыз қалмайын, мұнда сенің бауырларың бар». Нұрлан басын төмен түсірді. «Мен кеткім келіп тұр. Бірақ сізді қимаймын». Тұмар оның иығынан қақты. Баланың міндеті анасының жанында мәңгі отыру емес, өз өмірін дұрыс құру. Нұрлан көзін сүртті. «Сіз мені шынымен жібересіз бе?» «Мен сені қанатыңды қырқу үшін өсірген жоқпын». Нұрланның қалаға кететін күні келді. Таңертең бүкіл үй ерте тұрды. Балалар оған кезек-кезек тілек айтты. Бірі кітап сыйлады, бірі кішкентай қалам берді. Мәдина өз қолмен жасаған білезігін оның қолына тақты. «Мұны шешпе». Нұрлан күліп: «Неге?» «Бізді ұмытпау үшін». Нұрлан оны құшақтады. «Сендерді қалай ұмытамын?» Ең соңында Тұмар қалды. Ол Нұрланның сөмкесін түзеп: «Тамақтан». «Жақсы». «Ауырып қалсаң айт». «Жақсы». «Ақшаң жетпесе?» «Апа». «Не?» «Мен енді бала емеспін». Тұмар жымиып: «Мен үшін баласын». Нұрлан оны қатты құшақтады. «Мен сізді жақсы көремін». Тұмар көз жасын жасырып: «Бар балам». Нұрлан қақпадан шығып кетті. Тұмар ұзақ уақыт оның артынан қарап тұрды. Сол сәтте ол үйдің бұрынғыдан да үлкен болып кеткенін сезді. Бірақ іші босап қалғандай еді. Арада 3 ай өтті. Нұрланнан жақсы жаңалықтар келіп тұрды. Оқуы жақсы, жатақханада достары бар, жұмыс тауыпты. Тұмар әр хабарын қуанып тыңдайтын. Бір күні кешке телефон шырылдады. Тұмар тұтқаны көтерді. «Нұрлан ба?» Ар жақтан бейтаныс дауыс шықты. «Сіз Нұрланның апасысыз ба?»
Тұмардың жүрегі дір етті. Иә, мен оның досымын. Не болды? Нұрлан бүгін сабаққа келмеді. Ауырып қалды ма? Жатақханаға да қайтпаған. Тұмар орнынан тұрып кетті. Қашан көрдіңіз? Кеше кешке. Қайда? Қала орталығында. Жалғыз болды ма? Ар жақтағы жігіт үнсіз қалды. Жоқ. Кіммен? Бір ер адаммен. Тұмардың жүрегі тарс ете қалды. Қандай ер адам? Білмеймін. Сипаттап беріңіз. Жасы 40-тар шамасында, қара күрте киген. Тұмардың қолы дірілдей бастады. Қара көлік, бейтаныс ер адам, Мәдинаның жоғалуы, енді Нұрлан. Бұлардың бәрі кездейсоқтық емес екенін ол түсінді. Тұмар дереу жолға шықты. Ол жалғыз бармады. Жанындағы адамдар да бірге жүрді. Қалаға жеткен соң Нұрланның жатақханасына барды. Оның бөлмесі жинақы. Үстел үстінде кітаптар жатыр. Бірақ бір нәрсе Тұмардың назарын аударды. Жастықтың астынан кішкентай қағаз шықты. Онда мекенжай жазылған. Тұмар қағазды қолына алды. Мекенжай қала сыртындағы ескі қоймаға тиесілі екен. Ол бірден: "Біз сонда барамыз" деді. Біреулер тоқтатпақ болды. Бұл қауіпті болуы мүмкін. Тұмардың көзі қатайып кетті. Менің балам сонда болуы мүмкін. Қараңғы түсе бастаған. Ескі қойма қала шетіндегі бос жерде орналасқан. Айналада адам жоқ. Тұмар көліктен түсті. Есіктің алдында ескі құлып тұр. Іштен әлсіз дыбыс естілді. "Нұрлан?" Жауап жоқ. "Нұрлан!" Тұмар есікті итерді. Құлып сынып кетті. Ішке кіргенде қараңғы бөлменің түкпірінен біреудің қозғалғаны көрінді. "Апа!" Бұл Нұрланның даусы еді. Тұмар оған қарай жүгірді. Бала орындыққа байланып отыр екен. Құдайым! Ол оның қолындағы жіпті шешуге тырысты. "Сіз мұнда қалай келдіңіз?" деді Нұрлан. "Сені іздеп келдім." "Апа, тез кетуіміз керек." "Неге?" Нұрлан үрейленіп жан-жағына қарады. "Олар қайтып келеді." Сол сәтте сырттан есік тарс жабылды. Бөлме қараңғылыққа батты. Тұмар Нұрланды құшақтап: "Қорықпа." Сырттан ер адамның дауысы естілді. "Тұмар ханым, ол қатып қалды. Сіз бізді көп жылдан бері түсінбей келесіз. Балаларыңды босатыңыз." "Олар сіздің балаларыңыз емес." Тұмардың көзіне жас толды. "Оларды дүниеге әкелмесем де, жүрегіме әкелдім." Ер адам күліп жіберді. "Сонда сіз олардың бәрін өмір бойы қорғай алам деп ойлайсыз ба?" Тұмар Нұрланды артына жасырды. "Керек болса, соңына дейін қорғаймын." Сырттан аяқ дыбыстары естілді. Бір адам емес, бірнеше адам. Нұрлан Тұмардың қолынан ұстап: "Апа!" "Иә, егер біз бұл жерден шықпасақ, шығамыз." "Бірақ, шығамыз дедім." Тұмар жан-жағына қарады. Қойманың артқы жағында кішкентай керезе бар екен. Ол Нұрланға сыбырлады: "Керезеге жетуге тырыс." "Ал сіз?" "Мен сенің артынан барам." Екеуі ақырын қозғала бастады. Дәл сол сәтте есік ашылды. Жарық ішке түсті. Тұмар Нұрланды итеріп: "Жүгір!" Нұрлан терезеге қарай ұмтылды. Ал Тұмар оның алдындағы адамдардың жолын бөгеп қалды. "Балама тиіспеңдер." Бір адам оны ұстап алмақ болды. Тұмар бар күшін салып қарсы тұрды. Нұрлан терезеден секіріп шықты. Сырттан оның дауысы естілді: "Апа!" Тұмар бұрылып қарады. "Қаш!" Нұрлан жүгіріп кетті. Ал Тұмар сол жерде жалғыз қалды. Есіктің алдында тұрған ер адам оған жақындады. "Енді сөйлесетін уақыт келді." Тұмар үнсіз оған қарады. "Сіз кімсіз?" Ер адам баяу ғана жымиып: "Мен сіздің өткеніңізден келген адаммын." Тұмардың қабағы түйілді. "Мен сізді танымаймын." "Бірақ сіз мені тануға тиіссіз." Ол қалтасынан ескі сурет шығарды. Суретте жас Тұмардың қасында бір кішкентай бала тұр еді. Тұмар суретті көргенде демі тарылып кетті. Өйткені суреттегі бала, оның өзі бала кезінде жоғалтып алған ағасы болатын. Тұмар суретке қадалып қатып қалды. Қолындағы ескі қағаздың шеті дірілдеп тұрды. Суреттегі балаға қайта-қайта қарады. Кішкентай бала, маңдайында кішкентай тыртық, көзі үлкен, жүзінде қорқыныш жоқ.
Ол суретті мың рет көргендей еді. Өйткені бұл бейне оның балалық шағындағы ең ауыр естеліктердің бірінен қалған. «Бұл сурет сізде қайдан жүр?» деді. Тұмардың дауысы әрең шықты. Ер адам үндемеді. «Мен сұрадым». «Сіз бұл баланы танисыз ба?» Тұмар оған тік қарады. «Бұл менің ағам». Ер адамның жүзі өзгерді. «Демек, есімізде екен?» «Оны мен 10 жасында жоғалттым». «Жоғалтқан жоқсыз». Тұмардың жүрегі тоқтап қалғандай болды. «Не дедіңіз?» «Оны сіздің отбасымыздан әдейі алып кеткен». Тұмар бір қадам артқа шегінді. «Өтірік». «Өкінішке қарай шындық». «Оны кім алып кетті?» Ер адам жауап бермеді. «Кім?» «Сіздің отбасымыздың сол кездегі таныстарының бірі». Тұмардың көз алдына балалық шағы елестеді. Ескі үй, аула, ағасының қолынан ұстап жүрген кездері. Бір күні ағасы жоғалып кеткен. Барлығы оны ұзақ іздеген. Алысқа кетіп қалған шығар деген. Біреулер алып кеткен шығар деген. Бірақ ешкім шындықты таппаған. Тұмар жылдар бойы оны өлді деп ойлаған. Ал қазір бір бейтаныс адам оның тірі болуы мүмкін екенін айтып тұр. «Ол қазір қайда?» Ер адам үндемеді. «Айтыңыз». «Менің білуімше, ол тірі». Тұмардың көзіне жас толды. «Қайда?» «Оны тапқыңыз келсе, алдымен өзіміздің неге осы балалардың бәрін қабылдай бастағанымызды түсінуіміз керек». Тұмар түсінбей қарады. «Мұның балаларға қандай қатысы бар?» Ер адам жауап берместен есікке қарай бұрылды. «Тоқта!» Ол артына қарады. «Сіз мені неге мұнда әкелдіңіз?» «Өйткені сіз шындықты білетін уақыт келді». Сол сәтте сырттан көлік дыбысы естілді. Ер адам асығыс шығып кетті. Тұмар артынан жүгірмек болды, бірақ есік сыртынан жабылып қалды. Ол есікті ұрды. «Аш!» Жауап болмады. Тұмар айналасына қарады. Қоймада жалғыз қалған. Бірақ бір нәрсе оның назарын аударды. Еденде кішкентай қара дәптер жатыр. Ол дәптерді көтерді. Бірінші бетінде «Балалар тізімі» деп жазылған. Тұмардың жүрегі су ете қалды. Сол уақытта Нұрлан полицияға хабар берген еді. Бірнеше минуттан кейін адамдар қоймаға жетті. Тұмар сыртқа шыққанда, Нұрлан оған қарай жүгіріп келді. «Апа!» Ол Тұмарды қатты құшақтады. «Сіз амансыз ба?» «Аманмын». «Олар сізге ештеңе істеген жоқ па?» «Жоқ». Нұрлан бір сәт оның жүзіне қарады. «Апа, сіз жылап тұрсыз». Тұмар көз жасын сүртті. «Мен ағам туралы бір нәрсе білдім». Нұрлан таңғалды. «Қандай аға?» «Бала кезінде жоғалып кеткен ағам». «Ол тірі ме?» Тұмар баяу басын изеді. «Мүмкін». Олар үйге таңға жақын оралды. Балалардың бәрі ұйықтап жатқан. Тұмар есікті жай ғана ашты. Бөлмелерге бір-бірлеп кіріп шықты. Балалардың әрқайсысына қарап ұзақ тұрды. Біреуінің көрпесін түседі, біреуінің жастығын жөндеді. Мәдинаның маңдайынан сүйді. Сосын ас үйге барып отырды. Нұрлан оның қасына келді. «Апа, мына дәптерді не істейміз?» Тұмар қара дәптерді үстелге қойды. Екеуі оны ашты. Бірінші бетте балалардың аты жөндері жазылған. Кейбірінің қасына туған күні көрсетілген, кейбірінің басына мекен-жай. Ал кейбірінің тұсында қызыл белгі бар. Нұрланның жүзі өзгерді. «Мынау не?» «Білмеймін». Ол келесі бетке аударды. Тағы балалардың аты, тағы белгі. Келесі бет, тағы да балалар. Тұмардың жүрегі қатты соға бастады. «Мұнда біздің балалардың аты бар». Нұрлан үнсіз қалды. «Апа». «Иә, бұл жай ғана дәптер емес». Тұмар басын изеді. «Мен де солай ойлап тұрмын». Таңертең Тұмар балалардың бәрін бір бөлмеге жинады. Ол олардың қорқып қалмауын қалады. «Балалар, мен сендерге бір нәрсе айтуым керек». Балалар үнсіз тыңдады. «Соңғы кезде біздің үйдің сыртында бейтаныс адамдар жүргенін байқадық». Бірнеше бала бір-біріне қарады. «Бірақ қорықпаңдар, біз сендерді қорғаймыз». Данияр қолын көтерді. «Апа». «Иә, егер біреу мені алып кеткісі келсе ше?» Тұмар оған қарап. «Ешкім сенің тағдырыңды сенің келісімінсіз шешпейді». «Мәдина, ал сіз бізбен бірге боласыз ба?» «Әрине». Балалар бір-біріне жақындай түсті. Тұмар олардың жүздеріне қарап. «Бір нәрсені есте сақтаңдар. Қандай жағдай болса да, бір-бірінді тастамаңдар». Олар бас изеді.
Сол күні түстен кейін тағы бір бала келді. Бұл жолы 13 жастағы қыз. Аты Аружан. Ол жалғыз келген. Қолында ешқандай сөңгі жоқ. Тек үстінде жұқа күртеше. Тұмар есікті ашқанда қыз: «Мен осында тұра аламын ба?» деп сұрады. «Әрине. Бірақ мені ешкім іздемейді». «Неге?» Қыз иығын көтерді. «Өйткені мен ешкімге керек емеспін». Тұмар оны ішке кіргізді. «Мұнда ондай сөз айтуға болмайды». «Неге?» «Өйткені бұл үйде әр бала біреуге керек». Аружан үнсіз қалды. Тұмар оған бөлмесін көрсетті. Бөлмеде 3 қыз отыр еді. «Бұл сенің жаңа әпкелерің». Қыздар Аружанға орын берді. Кішкентай қыз: «Мына жерге отыр». Аружан отырды. Бірақ кешке қарай оның мінезі өзгере бастады. Ол ешкіммен сөйлеспеді, тамақ ішпеді, ұйықтамады. Түн ортасында Тұмар оның жылағанын естіді. «Аружан?» Жауап жоқ. Тұмар есікті ашты. Қыз терезе алдында тұр екен. «Не болды?» «Мен қайтқым келеді». «Қайда?» «Білмеймін». «Онда неге кеткің келеді?» Аружан бұрылып: «Өйткені адамдар мені бәрібір тастап кетеді». Тұмар оның жанына барды. «Мен сені тастамаймын. Бұны бәрі айтады. Мен айтқан сөзімді орындауға тырысамын». Қыз көз жасын сүртті. «Апа». «Иә». «Егер мен сізге бір құпия айтсам, мені жек көрмейсіз бе?» Тұмардың жүрегі сесіп қойды. «Айта бер». Аружанның дауысы дірілдеді. «Мен бұл үйге кездейсоқ келген жоқпын». Тұмар үнсіз қалды. «Мені бір адам әдейі жіберді». «Кім?» «Білмеймін». «Ол саған не деді?» Аружан қалтасынан кішкентай қағаз шығарды. Тұмар оны ашты. Қағазда бір ғана сөйлем: «Үйдің ішін бақыла». Тұмардың жүзі бозарып кетті. «Сен не істеуің керек еді?» «Балалардың кіммен сөйлесетінін жазуым керек болды». «Неге?» «Білмеймін». Тұмар біраз уақыт үнсіз тұрды. «Бұл қағазды саған кім берді?» Аружан көзін төмен түсірді. «Қара көліктегі ер адам». Тұмардың жүрегі тағы да қысылды. «Ол саған не уәде етті?» «Егер бәрін айтып тұрсам, менің анамды табуға көмектесетінін айтты». Тұмар қызды құшағына басты. «Сен дұрыс істедің». Аружан жылап жіберді. «Мен қорқып кеттім». «Енді жалғыз қорықпайсың». Тұмар сол түні ұзақ ойланды. Бір нәрсе анық еді. Бұл адамдар балалардың өткенін ғана зерттеп жүрген жоқ. Олар әр баланың тағдырын біліп, әлсіз жерін пайдаланып жүрген. Бірақ не үшін? Тұмар қара дәттерді қайта ашты. Балалардың аты жөндерін салыстыра бастады. Бір жерде бір белгі қайталана берді. Туыстары анықталмаған. Кейбірінің жанында қайтаруға мүмкіндік бар, ал кейбірінің жанында қадағалау қажет. Тұмардың бойын ашу кернеді. Олар балаларды бақылап жүр. Нұрлан. Бірақ не үшін? Тұмар жауап бере алмады. Сол сәтте телефон шырылдады. Бейтаныс нөмір. Тұмар көтерді. «Тыңдап тұрмын». Ар жақтан ер адамның дауысы естілді. «Дәптерді таптыңыз ба?» Тұмардың жүрегі дүрсілдеді. «Сен кімсің?» «Бұл маңызды емес. Маған балалардың не үшін бақылауда екенін айт». «Сізге бір ұсынысым бар». «Қандай?» «Балалардың арасынан біреуін бізге беріңіз». Тұмардың өңі өзгерді. «Не?» «Бір баланы». «Сен жындысың ба?» «Бір бала үшін қалғандарының бәрі тыныш өмір сүре алады». Тұмардың қолы дірілдеді. «Мен ешкімді бермеймін». «Онда бәрі қауіпте болады». «Қорқыталмайсың». «Ойланыңыз». «Менің жауабым дайын». «Қандай?» Тұмардың дауысы қатайып шықты. «Мен бір баланы да сатпаймын». Телефон өшті. Нұрлан оның жүзіне қарады. «Не деді?» Тұмар біраз үнсіз отырды. «Олар бір баланы сұрады». «Кімді?» Тұмар басын шайқады. «Білмеймін». Сол сәтте үйдің сыртынан көлік дыбысы естілді. Тұмар терезеге жақындады. Қара көлік тағы да қақпаның сыртында тұр. Бірақ бұл жолы көліктен ешкім түскен жоқ. Бірнеше секундтан кейін артқы есік ашылды. Ішінен бір әйел түсті. Ол үйге қарай баяу жүрді. Тұмардың көзі әйелдің жүзіне түскенде жүрегі тоқтап қала жаздады. Өйткені әйелді ол бірден таныды. Бұл айымды бірнеше жыл бұрын түнде үйінің алдына қалдырып кеткен әйел еді. Ал әйелдің қолында жаңа туған сәби бар болатын. Ол қақпа алдына келіп тоқтады.
Тұмар есікті ашып сыртқа шықты. Әйел жылап: «Тұмар апа!» Тұмар оған жақындады. «Тағы не болды?» Әйел қолындағы сәбиге қарады. «Мен оны сізге қалдыруға келдім». Тұмар сәбиге қарады. Сосын әйелдің көзіне тіке қарады. «Неге?» Әйелдің дауысы дірілдеді. «Өйткені олар менің баламды да іздеп жүр». Тұмардың бойын суық үрей басты. «Олар кім?» Әйел жауап берместен: «Мен сізге бәрін айтып берем». Ол жан-жағына қарады. «Бірақ бұл жерде емес». «Неге?» Әйелдің көзіне жас толды. «Өйткені сіздің үйімізді қазірдің өзінде біреу бақылап тұр». Тұмар жалт бұрылып көшеге қарады. Қара көлік жоқ, бірақ алыстағы көлеңкеде бір адам телефон ұстап тұр еді. Ол Тұмарға қарап күлімсіреді. Тұмар көшенің ар жағындағы қараңғы көлеңкеге қарап ұзақ тұрды. Біреу оны бақылап тұрғаны анық еді. Бірақ бұл жолы ол қорықпады. Өйткені қорқыныштан да күштірек сезім пайда болған. Бұл балалар үшін күресуге деген қайсарлық еді. Тұмар үйге кіріп есікті ішінен бекітті. Жаңа келген сәби әлі де әйелдің құшағында. Әйел жылап отыр. «Апа, менің басқа малым қалмады». «Баланың әкесі қайда?» «Жоқ». «Ал туыстары?» «Олар да көмектесе алмайды». Тұмар сәбиге қарады. Кішкентай ғана қолы жұдырық болып түйілген. «Оның аты кім?» «Әлі ат қоймадым». Тұмар сәбиді қолын алды. Бала бірден тынышталып қалды. «Онда бүгіннен бастап оның аты бар». «Қандай?» Тұмар біраз ойланып: «Аяла». Әйел жылап жіберді. «Рахмет». Тұмар оның қолын қысты. «Бірақ бір нәрсем түсініңіз. Баланы осында қалдыру, оны тағдырға тастау емес. Бұл жерде ол отбасы табады». Сол түні Тұмар қара дәптерді қайта ашты. Нұрлан қасында отырды. Екеуі балалардың тізімін салыстырды. Бір есімнен кейін екіншісі, бір тағдырдан кейін тағы бір тағдыр. Кейбірінің ата-анасы қайтыс болған, кейбірін туыстары қарай алмаған, кейбірін ата-анасы тастап өткен, ал кейбірі жай ғана ешкімге керек болмай қалған. Тұмар дәптерді жауып: «Нұрлан». «Иә? Сен білесің бе, осы жылдар ішінде қанша бала біздің үйден өтті?» Нұрлан ойланды. «100-ден көп шығар». Тұмар жымиып: «100-ден әлде қайда көп». «Қанша?» Тұмар нақты санды айтпады. «Мен оларды санап жүрген жоқпын». «Бірақ бір күні санап көрдіңіз бе?» Тұмар терезеге қарады. «Кейін білдім. Жылдар бойы біздің үйден 100-деген бала өтті. Бірі кішкентай болып келді, кейін мектеп бітірді. Бірі мамандық алды, бірі үйленді, бірі өз баласын ертіп келді». Ол күлімсіреді. «Кейде оларды көшеде кездестіріп қалам. Апа деп жүгіріп келеді». Нұрланның көзіне жас келді. «Сіз бәрін есімізде сақтайсыз ба?» «Бәрін емес». «Онда қалай?» «Есімін ұмытсам да, жүзін ұмытпаймын». Арада бірнеше күн өтті. Мәдина біртіндеп өзіне келе бастады. Аружан да бұрынғыдан ашық сөйлейтін болды. Данияр мектептен жақсы бағалар алып жүрді. Exactly. Перқуына оралуға дайындалды. Бірақ бір мәселе әлі шешілмеген еді. Тұмар сол адамдардың кім екенін білмейтін. Бір күні есік қағылды. Сыртта әлгі әйел тұр екен. Айымды бірнеше жыл бұрын қалдырған әйел. Бұл жолы ол жалғыз келген. «Мен бәрін айтуға дайынмын», деді ол. Тұмар оны үйге кіргізді. «Сөйлеңіз». Әйел ауыр күрсінді. «Бірнеше жыл бұрын мен өзінде сол адамдардың қолында болдым». «Қандай адамдар?» «Балалардың тағдырын ақшаға айналдыратындар». Тұмардың қабағы түйілді. «Қалай?» «Олар жетім немесе ата-анасы қиын жағдайға түскен балалар туралы мәлімет жинайды. Сосын олардың әлсіз жерін пайдаланады». «Ал менің үйімнің оларға қандай қатысы бар?» «Сіз олардың жоспарын бұздыңыз». «Қалай?» «Себебі сіз балаларды бір жерге жинап, оларды қорғалған ортаға орналастырдыңыз. Олар балаларды бөлек-бөлек бақылауды жеңіл деп санаған». Тұмар үнсіз қалды. «Ал енді олар сізден қорқады». Тұмар таңғалды. «Менен бе?» «Иә, себебі сіздің үйімізде өскен балалар бір-бірін қорғайды». Ол көз жасын сүртті. «Сондықтан олар Нұрланды алып кеткен». Тұмардың жүрегі ауырды. «Ал менің ағам ше?» Әйел басын төмен түсірді. Сол істің арасында ол туралы бір құжат болған. Тұмардың жүрегі атқақтап кетті. «Ол тірі ме?» Әйел үнсіз қалды. Сосын:
Иә. Тұмардың көзінен жас ақты. Қайда? Мен нақты білмеймін. Бірақ сіз білетін біреу бар. Әйел басын изеді. Иә. Арада бір апта өткен соң, Тұмарға күтпеген қонақ келді. Есікті ашқанда, табалдырықта жасы 60-тан асқан ер адам тұрды. Ол Тұмарға ұзақ қарап, «Сен өстім» деді. Тұмардың жүрегі дір ете қалды. Дауысы таныс еді, бірақ қайдан екенін есіне түсіре алмады. Ер адам қалтасынан ескі суретті шығарды. Сол сурет. Бала кезіндегі Тұмар мен ағасы. «Сіз кімсіз?» Ер адам жымиып, «Сенің ағаңмын». Тұмар қозғала алмай қалды. Бірнеше секунд бойы екеуі бір-біріне қарап тұрды. Сосын Тұмар, «Рас па?» Ер адам көзіндегі жасты жасырмады. «Мен сені жылдар бойы іздедім». Тұмар оған қарай жүгірді. Олар құшақтасты. Сол сәтте Тұмар бала күнінде жоғалтқан бауырының иісін сезгендей болды. «Неге келмедің?» «Келе алмадым. Мен сені өлді деп ойладым. Мен де сені енді көре алмайым деп ойладым». Екеуі үнсіз жылады. Ал үйдегі балалар есік алдында тұрып, бұл көріністі тамашалап тұрды. Мәдина ақырын, «Бұл кісі кім?» Тұмар көз жасын сүртіп, «Менің ағағам». Мәдина күлімсіреді. «Онда біздің де ағамыз». Тұмар күліп жіберді. «Иә». Сол күннен кейін үйдің өмірі өзгере бастады. Тұмар балаларды бұрынғыдан да жақын ұстайтын болды. Бірақ ол олардың өмір бойы өз үйінде қалуын қаламады. Керісінше, әрқайсының өз өмірі болғанын қалады. Нұрлан оқуын аяқтап, жақсы маман болды. Мәдина мектепті бітіріп, балалармен жұмыс істейтін мамандықты таңдады. Данияр техникаға қызығып, инженер болуға дайындалды. Аружан анасы туралы шындықты біліп, онымен біртіндеп қарым-қатынас орната бастады. Ал кішкентай Аяла үйдің еркесі болып өсті. Жылдар өте келе, үйден бір бала емес, бірнеше бала қатарынан қанат қақты. Бірақ кеткендердің бәрі қайта оралып тұратын. Бірі мерекеде, бірі демалыста, бірі өз баласын ертіп. Бір күні Тұмар ауылда отырғанда қақпа ашылды. Алдында бірнеше көлік тұр. Көліктерден ересек адамдар түсті. Бірінен соң бірі. «Апа», деді. Екіншісі, «Біз келдік». Үшіншісі, қолындағы кішкентай баланы көтеріп, «Мынау сіздің немереңіз» деді. Тұмар күлді. «Менің немерем бе?» «Иә». Кішкентай бала оған қарап, «Сіз кімсіз?» Жанында тұрған анасы, «Бұл сенің әжең». Тұмардың көзіне жас келді. Ол осы сәтте ғана өзінің өмір бойы не істегенін түсінгендей болды. Ол бір үйге балалар жинамаған. Ол отбасылар құрған. Жылдар өте. Тұмардың тәрбиесінен өткен балалардың саны 100-генге жетті. Әр бала өз жолын тапты. Бірі дәрігер болды, бірі мұғалім, бірі кәсіпкер, бірі құрылысшы, бірі әскер қызметін таңдады. Бірі қарапайым еңбекпен өмір сүрді. Бірақ олардың барлығын біріктіретін бір ғана сөз болды. «Апа». Бір күні журналист Тұмардан сұрады. «Сіз 100-ген баланы қалай тәрбиеледіңіз?» Тұмар күлімсіреді. «Мен оларды тәрбиеледім деп айта алмаймын». «Неге?» «Олар да мені тәрбиеледі». «Қалай?» Тұмар біраз үнсіз қалды. «Олар маған сабырды үйретті, кешіруді үйретті, қайта тұруды үйретті. Ең бастысы, адамның жүрегі қанша балаға орын бере алатынын үйретті». Журналист: «Сіз үшін ана болу деген не?» Тұмар терезеге қарап: «Ана болу баланы дүниеге әкелу ғана емес». Ол сәл кідірді. Кейде ана болу есігіңді ашып, жалғыз тұрған баланы ішке кіргізу. Бір күні Тұмар ескі сандықты ашты. Ішінде балалардың хаттары жатты. Бір хатта: «Апа, мен алғаш рет өзімді біреуге керек адам сезіндім». Екінші хатта: «Сіз маған үй емес, өмір бердіңіз». Үшіншісінде: «Менің балам сізді әже деп біледі». Тұмар хаттарды қайта жинады, сандықты жапты, терезеге қарады. Аулада балалар ойнап жүр. Бір кезде бос болған аула қазір күлкіге толы. Тұмар көзін жұмып, «Аллаға шүкір» деді. Оның жанында ағасы отырды. «Өкінесің бе?» деп сұрады ол. «Неге?» «Өзіңе көп қиындық алғаныңа». Тұмар жымиып, «Жоқ». «Бір дерет пе?» «Бір дерет».
Неге? Тұмар ауладағы балаларға қарады. Өйткені менің өміріме келген әр бала менің тағдырымның бір бөлігі болды. Ол сәл ойланып. Егер мен сол кезде бірінші баланың есігін жапқанда, кейінгі жүздеген баланың өмірі қандай болар еді, білмеймін. Кешке үйдің ауласында үлкен дастархан жайылды. Бұрын осы үйде өскен балалардың біразы жиналды. Кейбірі алыстан келді. Бірі баласын ертіп келді. Бірі жұбайымен келді. Бірі қолына гүл ұстап тұр. Тұмар ортада отырды. Балалардың бірі орнынан тұрып: "Бүгін біз сізге бір нәрсе айтқымыз келеді." Тұмар: "Айта беріңдер." "Біз сіздің бізді қанша бала тәрбиелегеніңізді есептеп көрдік." Тұмар күліп: "Тағы да санайсыңдар ма?" "Иә." Біреуі: "100-ден." Екіншісі: "700-ден де көп." Үшіншісі: "Кейбір есептер бойынша одан да көбір." Тұмар басын шайқады. "Мен ешқашан санамадым." Мәдина орнынан тұрды. "Ал біз санадық." Ол Тұмардың қолынан ұстады. "Бірақ сіз үшін ол сан емес." Тұмар: "Иә." Мәдина: "Әрқайсымыз бір жүрекпіз." Тұмардың көзінен жас ақты. Балалардың бәрі оған жақындады. Сол сәтте аулада бір ғана адам емес, 100-ден тағдырдың дауысы тұрғандай еді. Біреуі: "Рахмет апа." Екіншісі: "Бізді тастамағаныңыз үшін." Үшіншісі: "Бізге сенгеніңіз үшін." Төртіншісі: "Бізді өз балаңыздай көргеніңіз үшін." Тұмар көз жасын сүртті. "Мен сендерді ешқашан аяған жоқпын." Балалар таңғалды. "Неге?" "Себебі мен сендердің жетім екендеріңе емес, бір күні қандай адам болатындарына қарадым." Аула үнсіз қалды. Сосын Тұмар күлімсіреді. "Мен сендерді дүниеге әкелмеген шығармын." Ол балаларға қарады. "Бірақ сендер менің өмірімді дүниеге әкелдіңдер." Сол түні үйдің шамдары ұзақ уақыт сөнбеді. Балалар әңгімелесіп отырды. Бірі күлді, бірі жылады, бірі өткенді еске алды. Ал Тұмар аулада жалғыз қалып аспанға қарады. Ол баяғыда жоғалған ағасын тапты. Балаларын өсірді. Көптеген тағдырға пана болды. Бірақ оның ең үлкен жеңісі ешқандай санмен өлшенбейтін еді. Өйткені оның үйінен шыққан әр бала өзімен бірге бір нәрсе алып кететін: мейірім. Ал мейірім бір адамнан екінші адамға өткен сайын көбейе береді. Сондықтан Тұмардың тәрбиесінен өткен балалардың саны қанша болса да, оның жүрегіндегі орын ешқашан азайған жоқ. Керісінше, көбейді. Жылдар өте. Тұмар апаның шашына ақ кірді. Қолына әжім түсті. Қадамы баяулады. Бірақ есігі бұрынғыдай ашық қалды. Өйткені ол үшін бала сан емес, бала тағдыр. Ал тағдырға есік ашқан жүрек ешқашан кедей болмайды. Сол есікке бір күні тағы бір кішкентай бала келді. Тұмар есікті ашты. Бала қорқып тұр екен. "Апа." Тұмар күлімсіреді. "Кір, балам." Бала ішке кірді, ал есік тағы да жабылды. Бірақ бұл жолы ол есік бір баланы ғана емес, бір жаңа тағдырды өмірге енгізді.